Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ақмарал. Мен бүгін осындай өте дәмді, нәзік болып шығатын медовый торттың рецептін көрдім. Соны жасадым, өте дәмді, нәзік шықты, сіздермен бөлісетін боламын. Осы алғаш жасағаннан ақ осындай әдемі болып шықты. Ең алдымен осындай құрғақ бос ыдыс аламыз, оған жұмыртқамызды саламыз. Үстінен кішкене шым тұз, сосын қант, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Енді мен 3 қасық бал қостым. Сіздер өз қалауларыңша қоссаңыздар болады. Дайын болған массамызды орташа отқа қойып, осылай біркелкетіп тез араластырып тұрамыз. Бұл кезде бізге жылдамдық қажет. Осылай жақсылап тез араластырып тұрып, енді үстінен 1 шай қасықта ас содасын қосамыз. Сол кезде осылай кішкене көпіршіктенеді. Міне енді оттан алып, үстінен ұнын саламыз. Ұнын салып, мен осы кезде 250 грамм ұн салдым. Қажетті заттардың барлығы мен төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Міне біздің массамыз дайын, кішкене суыды. Енді ұнымызды осылай салып, жаңағы қамырымызды осының үстінен салып, қазір барлығын қамыр қылып илейміз. Міне бізде осындай жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді міне барлығын бөлшектерге бөліп, қазір дөңгелектеп, оны тоңазытқышымызға салып қоятын боламыз. Міне осылай бәрін дайындадық. Енді бетінен пакетигін жауып, салып қоямыз, жарты сағаттай тұрады. Енді кезекте кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін 400 мг сүтті алып, газге қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа, құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, араластырып, үстінен қантын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді кезекте жүгері крахмалын саламыз. Міне бізде осылай массамыз дайын. Енді оның үстінен 100 мг-дай жаңа қайнап тұрған ыстық сүтімізден құямыз. Енді жаңағы дайындаған массамызды міне қайнап тұрған сүтіміздің үстінен жаймен құйып, бұл кезде де тез араластырып тұру керек. Міне осындай қою масса болғанға дейін газдың үстінде араластыру қажет. Міне енді мен дайын болды, оны газден алдым. Үстінен осылай майды саламыз. Бұл суығанға шейін, толық суығанға дейін қойып қоямыз. Бізде ендігі кезек қамырымызда. Қамырымыз дайын болды. Міне ұнды сеуіп отырып, қамырымызды жаямыз. Міне қамырымызды жайдық. Енді бұны кесеміз. Мен әрқайсысын 24 см етіп алдым.
Жан жағында қамырдың барлығын алып, мен және де бір коржик шығардым. Одан қалғандардың барлығын пісіріп, ұнтақтап аламыз. Бізге ол тортымызды безендіру үшін қажет болады. Дайын болған қамырларымызды пешімізге салып пісіріп аламыз. Бұлар өте тез піседі екен, қарап тұру қажет. Енді бос құрғақ ыдысымызға 33% сливке құямыз. Оны осылай миксермен қозғайтын боламыз қою болғанға дейін. Міне бізде сливкеміз дайын болды. Енді оған бірінші жасаған кремімізді қосамыз. Ол креміміз толықтай суу қажет. Әйтпесе біздің креміміз, сливкеміз еріп кетуі мүмкін. Сол үшін толықтай суыған соң ғана қосамыз. Міне бізде коржиктеріміз дайын. Менде 6 штук коржик шықты. Енді кремімізді салып отырып, қазір тортымызды әдемілеп жинайтын боламын. Міне видеода көрсеткендей, әр коржиктің арасына кремін жағып, мен тортты жинап алдым. Енді осылай арнайып өзінің пакетіне салып, кигізіп, қалыбын кигізіп, оның үстіне осылай пищевой пакетті жауып, оны 5-6 сағатқа тоңазытқышқа салып қойдым. Мінекей менің тортым дайын. Мен бұны түнде жасап қойдым. Азанда алып, қалған кремдерімізбен, коржиктерімізбен қазір тортымызды безендіріп шығатын боламын. Міне біздің тортымыз дайын, өте жұмсақ, нәзік, дәмді торт шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!